Байқадыңыздар ма? Алла тағала осы жылы көптеген адамдардың бет бейнесін көрсетті. Лайықты жандарды өз өмірінде қалдырды, ал хайырсыз, лайықсыз жандарды сенің өміріңнен алып тастады. Яғни сатқындардың бет бейнесі көрінді десек те болады. Басыңа бір қайғы түссе, сен оны қайғы деп ойлауың мүмкін, бірақ ол қайғы емес, Алланың пендесіне деген рахымы, мейірімі. Алланың мейірімінен ешқашанда үмітің үзілмесін. Алланың сүйіншін таңдағаны әрқашан қайырлы. Осы жылы түсінгенім, атанаң, отбасың және Раббың ғана қасыңда қалатыны. Кәдімгі жүрегіңді елжіретіп жібереді. Алла тағала жәннатқа тиесілі ғана, яғни қасымызда қалатын жандарды ғана қасымызда ұстап, Алланың қалауымен жәннатқа кіргізсін. Алла қаласа, яғни лайықты ғана жандарды қасымызда ұстасын деген келгені. Ешқашан сені сатып кетпейтін, сенің артына жамандамайтын адамдар қалдырсын Алланың қалауымен. Раббыңа толықтай сен, Раббың ғана сені ешқашанда сатпайды, ешқашанда жалғыз қалдырмайды. Алла қаласа, жәннатта осы кездерді сағынып көріп отырайық. Алланың ғана қалауымен. Жақыныңа жібер, мамаңа, папаңа жібер, рахметіңді айт. Және келесі жылы Алла қаласа бізді үлкен бақыт күтіп отыр. Раббыңнан ешқашанда үмітіңді үзбе. Алла қаласа.